Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Ақмола өңірінің тарихи және экономикалық дамуы туралы хабарларымыздың топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Өткен хабарларымызда біз Целиноград облысындағы басталған тың игеру эпопеясы туралы айтқан едік. Осы әңгімемізді одан әрі жалғастырамыз. Тың игеру ауыл шаруашылық өндірісін жедел дамытуға жағдай жасады. 1954 жылдан бастап республика бүкіл мемлекетке 348 миллион тонн астық, 30 миллион тонн мал мен құс етін, 48 миллион тонн сүт, 26 миллиард жұмыртқа, 3,5 миллион таза жүн сатты. Мемлекетке сатылған барлық астықтың 28% мен мал, құстың 37%-тен астамы, сүттің 55%, жұмыртқаның 36% тыңдағы 6 облыста өндірілді. Олардың арасында Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Торғай, Целиноград. Бұрынғы одақтағы сатып алған барлық бидайдың 26%-ын Қазақстан тапсырды. Оның 80% күшті және қатты бидай. Бұндай бидайдың 69%-тен астамы біздің республикамыздың үлесіне тиеді. Тың игеру нәтижесінде Қазақстан еліміздің шығысындағы аса ірі астықты өлкеге айналды. Астық өндіру жағынан республика одақта 3-ші орында болған, мемлекетке астық сату жағынан 2-ші орында болған. Сонымен 1954 жылдан бастап Қазақстан даласында ұлы шайқас басталды. Ол орасан зор географиялық ауданда өріс алды. Солтүстік Қазақстан батыстан шығысқа қарай 1300 және солтүстіктен оңтүстікке қарай 900 километрге созылып жатыр. Осы территорияда орналасқан сол жылдардағы 6 облыстың Қостанай, Целиноград, Солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Торғай және Павлодар облыстарының жалпы жер көлемі 600 мың шаршы километрден асып түседі. Мұның өзі Франция сияқты мемлекеттің территориясынан анағұрлым үлкен. Мінеки осынау орасан зор алқапта 250 мың шаршы километр құнарлы даланы жырту міндеті тұр еді. Бұл бүкіл Англияның жерінен асып түсетін көлем. Тыңды жалғыз біз емес, сондай-ақ Алтай өлкесі, Красноярск өлкесі, Новосибирск және Омбы облыстары, Поволжье, Урал, қиыр шығыста көтерді. Елімізде игерілген тың және тыңайған жерлердің жалпы көлемі сондағы жылдарда 42 миллион гектарға жеткен. Бәлкім жұрттың көбіне бұл мәлім болар. Соның ішінде Қазақстанда жыртылғаны 25 миллион гектар. Мінеки осынша жер көлемнің 18 миллион гектары Қазақстан далаларында 1954 және 1955 жылдары көтерілді. Бұл цифрлар адамды қайран қалдырады. Бірақ тың дегеніміз тек жыртылған жер ғана емес. Бұл сонымен бірге тұрғын үйлер, мектептер, ауруханалар, балалар бақшалары, клубтар да, жаңа жолдар, көпірлер, аэродромдар да, мал шаруашылығының құрылыстары, элеваторлар, қоймалар, заводтар да. Бір сөзбен айтқанда, халықтың кәдуілгі тіршілігіне қазіргі заманның жетілген ауыл шаруашылық өндірісіне қажетті заттардың барлығы. Тың игеру эпопеясына қатынасқан Қазақстан социалистік еңбек ерлерінің бірі біздің отандасымыз Әлпейісов Тұрлыбек. Тұрлыбек механизатор дипломын алып дала кемесінің штурвалына тұрғанда небәрі 17 жаста ғана еді. Бұл ауыр соғыс уақытында болған еді. Ол кезде әрбір жұмысшы қол есепте болатын. Ол жұмыс істеген алғашқы жылдарда өзіне тағайындалған тапсырманы артығымен орындап, тек МТС ғана емес, бүкіл аудан көлеміндегі озат комбайнерлердің қатарына қосылды. Оның жастықша қосылай өтті. Ал тың және тыңайған жерді игеру кезінде ол ер жетті. 1954 жылы Тұрлыбек тіркемелі С62 комбайнымен 1100 гектар егін жинап, 7886 центнер астық бастырды. Ол қазақстандық алғашқы миллиард пұт астық алынған 1956 жылы жаңа шеберлік шыңына жетті. Әбілпейісов 1254 гектар жердің егінін жинап, одан бір эшелон 14459 центнер астық бастырды. Осынша тамаша жетістікке қалай жеттің деп сұрағанда Тұрлыбек, ең бастысы өз ісіңді сүю, машинаны жете біліп ерінбей еңбек ету.
және уақыттың қадірін білу деп қысқа жауап береді. Қырманша көшеден келші, шатырмын сендерге келімсе, мазасыз қонақ деп жүрмеңдер бұртиып, төбенің басынан шаңдатып көрінсе. Қара жол шұбырған ізбенен, күніне сендерге жүз келем. Әуреге түскендер сәнденіп бір рақта, сыр бойдақ жігіттен қалды біздерге. Соғанып білекті, құлаштап күректі, шатырмен егесер қыз бар ма жүректі. Алғызыл қызғалда қырларда, қырмызы қыздар көп қырманда. Жігіттің намысын бермеймін қыздарға, моторлы тұлпарым астында тұрғанда. Тиіңдер құрмалар болыңдар, әзілдеп тұрам ба жолым бар. Алтынай нұрына шағылсын күректер, бұлқынып жүректер жарқылдап. Келген жоқ ерігіп, тұрмам деп серіліп, ол деп түгіліп, машинам шеріліп. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар саунд дизайнер Шоқан Тоқжолов, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше